Сіздермен бірге мен Данчо. Бүгін мен сіздерге Қазақстанда бар штани ангелді адамдарды көрсететін боламын. Яғни айтқанда, Қазақстанда штани ангел бар адамдарды көрсететін боламын. Тілім андай шебаланып кетті ғой, короче. Яғни айтқанда, біз бүгін сіздерге сондай топ 5 штани ангел бар адамдарды көрсететін боламыз. Ал біз болсақ видеомызға қарай кеттік. Go to. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same. I just wanna be the one you love. Достар, мынау қазақ, точно қазақ, мен бұны білемін. 30 күн бұрын ФФ-ны тастап кетіпті. Просто бомбический. Ойлаңыздаршы, Акад, ледяной дракон, 7-ші левел, штани ангелы бар. Прикинь, айдин жазылаңыздар, достар. 6425 лайк бар, 65 мың урон. Жестко бір игру қараңыздар. Устали, ебал, просто бомбический. Штани ангел еще. Самурай бар. Асар без обид. Самурай бар, прикинь, штани ангел ойлаңыздаршы. Бұл қазақ, мен точно білем, бұл қазақ. Ал біз өзіміздің екінші адамымызға қарай кетейік. Общем айтқанда, достар, бұл бізде айди өте керемет штани ангел бар адам. Просто қараңыздар, просто бомбический. Кам сөзбен айтып жеткіре алмайсың. Екінші пропуск бар. Астына TikTok бәрін қалдырып кетті, жазып тіркелсеңіздер болады. Айди қараңыздар, разработчиктің аккаунт сияқты, біркейін. Айдин қараңыздар, жестко. Гильдиясына 2 миллион очко бар. Өте просто бомбический мынау. На аккаунт айтамын просто. Просто бомбический. Ал біз өзіміздің 3-ші аккаунтымызға қарай кетейік. Ареки, жақында ғана штани ангел алды. Штани ангелді бұған 500 мың подписчикке орай берді. Пайзи 500 мыңға берді. Есім шығып кетті. Я еще ютубердің зачогын берген өте керемет. Ареки басылып кете берді ғой. В общем, Арекиге яғни айтқанда құттықтаймын. Бұндай штани ангел оңайлықпен келмейді. 500 подписчик дегенде оңай нәрсе емес. Просто бұл да бір өзіміздің қазақтың баласы. Так что айдин жазып осыған дұрыс жасап көрейік. Бәлкім қабылдап алатын шығар. Бұл да штани ангел бар. Ал біз өзіміздің 4-ші адамымызға қарай кетейік. Кибро өзіміздің кәдімгі Кибро 1 миллион очкосы бар. Прояқ деген гильдиясында. Бұл да бір дерзкий ютуберлердің бір команда, чекпот ашқандары барлығы ше. Бұл бізде топ 2-ші орында тұрған адам. Тағы да кешірім сұраймын. Штани ангел тағып тұрмапты. Бірақ набор өте дерзкий деп айтайын. Так, біз өзіміздің топ 1-ші орында тұрған адамымызға қарай кетейік. Бізде Қиғашбек. Топ 1-ші орында тұрған адам. Бұл штани ангел тағып тұр деп ойлаймын. Штани ангелсы бар. Қиғашбек просто бомбический ютубер. Менің есім бойынша бұл донатты өзінің ақшасын салады екен. Яғни 1 миллион кредит, ебать. Ойлаңыздар, кредитті алып еще, ебать. Осы ағамызды давайте барып, олдап, короче, сондай қып кетейік. Айди да бұның дерзкий екен, достар. Өте керемет. Қиғашбекті де құттықтаймын. Барлығын сетін бағаласақ, 1-ден 10, 1 мен 10-ның аралығында баға беретін болсақ, мен барлығына 10 деген баға берем. Барлығы дерзкий сет құрып алған. Просто кешім сұраймын, Кибро ағаның артынан тағы да кешім сұраймын. Штани ангел кимепті. Бірақ сонда да сіздерге видео ұнаса арна тіркелеміз, лайк басамыз. Сіздермен бірге болған мен Данчо. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Давайте арна тіркелеміз, лайк
басамыз. Осындай видео сіздерге ұнайтын болса, келесі бөлімін тағы шығаратын боламын. Ал давайте